Сәлем жақсыларым, сіздермен бірге мен Ноғайбек Асылай. 3 минутта сабағыңызға ойын қосып, оқушыларды баурап алуға дайынсыз ба? Бұл видео дәл сізге арналған. Learning Apps мұғалімдерге арналған тегін онлайн платформа. Бұл жерде тест, викторина, сәйкестік, жұмбақ сияқты түрлі интерактивті тапсырмалар жасауға болады. Бұл платформаның артықшылығы неде дейсіз ғой? Ең бастысы тегін, қазақ тілін қолдайды, оңай қолдануға болады. Тапсырмалар бөлісу жеңіл. Қалай қолданамыз? Сіздерге көрсетейін. Google-ға Learning Apps жаздық. Осы сайт шығатын болады сіздерге. Ең алдымен платформаға тіркелуіміз керек. Создать новый аккаунт дейміз. Осы жерде почта және жаңа пароль ойлап тауып жазуымыз қажет. Менде осылай бірден Google өзі ұсынды парольді сақталып қалған екен. Мен барлық шарттарды қабылдап, көрсетілген цифрларды қайта теріп шықтым. Осымен дайын. Міне дайын, негізгі парақшаға кірдік. Осы жерде новые упражнения дегенді бассаңыздар, сіздер тапсырмаларды жаңадан құрастыра аласыздар. Міне мәзір берілген, қандай сізге тапсырманың типі керек. Яғни жұптарды табу, классификация, хронологиялық тізбекпен орналастыру. Күнделікті сабаққа қажетті барлық тапсырма типтері бар. Ішінен қалағаныңызды таңдап орындай аламыз. Ал мен сіздерге бірнешеуін жасап көрсетейін. Әріптестеріңіздің әзірлеген дайын жұмыстарында қолдана аласыздар. Мысалға келетін болсақ, лупа тұрған жерге кез келген тақырыпты жазсаңыздар, сіздерге шығарып беретін болады. Мысалы, табиғат деп жазып көрейік. Міне бірнеше варианттар шықты. Ішінен ұнамдысын таңдап алайық. Маған адам және табиғат деген таңдадым. Үлгісін көрейік ойнап. Бұл жерде жеке және топтықта түрі бар екен. Жеке түрін таңдадым. Мұнда бәйге ойыны берілген екен. Өте керемет ұйымдастырылған. Кім сұраққа жауап берсе, сол алдыға қарай шабады. Мен барлық сұрақтарға жауап бердім. Демек, менде бірінші орын. Тапсырманың астына қарайсыздар, сілтеме берілген, сол арқылы бөлісе аламыз. Немесе создать подобные упражнения дегенді басу арқылы осы шаблонды қолдана отырып, өзіміздің жеке тапсырмамызды құрастыра аламыз. Маған тақырып сәйкес келіп тұр, бір-екі жерін ғана өзгерттім, дәл осы қалпында қолданатын боламын. Сохранить дейміз. Келесі қазақ тілі деп жазып көрдім. Нұсқаларын қарап, хронологиялық тізбек тапсырмасын таңдадым. Қане көрейік. Тапсырманың шартына сәйкес сөйлемдерді мағынасына қарай рет-ретімен орналастыруымыз қажет. Бұл платформа күнделікті сабаққа ең тиімді, ең күшті платформа деп айтатын ем. Себебі барлығы тегін. Егер ұнаса, өзіңізге сақтап алып, жаңартсаңыз болады. Немесе дәл осы қалыпында сілтемені алып, оқушыларға таратып, орындатсаңыз болады. Бұндай таптырмас платформаны қолданбау ол мүмкін емес. Осы шаблонда өздеріңіздің жеке тапсырмаларыңызды құрастыру үшін создать подобные упражнения дегенді басамыз. Міне тақырыбын, тапсырмаларды өздеріңіз ауыстырып жазып шығасыздар. Назарларыңызға екі бағанаға бөлу тапсырмасын ұсынғым келіп отыр. Мен тапсырманың шартын былай дайындадым. Яғни кітап немесе фильм екенін екіге бөліп жазып шығу керек. Ал сіз таба аласыз ба?
Керемет, дұрыс таптыңыз деген ойдамын. Біз бағанағы бері дайын шаблондарды қолданған болатынбыз. Енді мәзірден өзіміз жаңадан шаблон таңдап, соны әзірлеуді көрсетемін. Міне мына жерден мен бір шаблонды алайын. Создать новое упражнение дегенді басып, өзіміздің тақырыбымызды қоямыз. Мына жерге тапсырманың шартын описанияға жазамыз. Одан соң сұрақтарды, дұрыс жауаптарын белгілеп көрсететін боламыз. Сұрақтарымыз дайын, өзіңізге сақтап аласыз. Енді сізде миллионер болатын мүмкіндік туып тұр. Сұрақтарға дұрыс жауап беріп көріңіз. Керемет, барлық сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіз деген ойдамын. Қазір көрсететін тапсырмам географтарға, тарихшыларға ең пайдалы болмақ. Мен әдейі өзіме осы тапсырманы сақтап алдым. Сіздерге де қызықты болар деген оймен. Тапсырманың шарты бойынша берілген сұрақтағы мекенді осы картадан белгілеп көрсету керексіздер. Жауабын онлайн бірден тексеріп береді. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Пікірге қай тапсырма есіңізде қалды және қайсысын қолданар едіңіздер, белгілеп кетсеңіздер. Әрине тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Әрқайсыңыздың қолдауыңыз өте маңызды.